Достар сәлем, сіздермен бүгін мен Нұралы және біз бүгін нарықтағы ең үздік сауда стратегиясын қарастыратын боламыз. Көп адам трейдингте дұрыс стратегия таба алмай жүргенін айтып, стратегияны кінәлап жатады. Бірақ байқағаным, минусқа кетудің себебі әрдайым стратегияға кеп тірелмейді. Көп жағдайда адамның өзінің психологиялық рөлі ойнап, минусқа кетіріп, өзін өзі ұстай алмай, минустыққа жасап сілейіп жатады. Енді сіз қандай стратегиямен сауда жасасаңыз да, қандай сетаппен кірсеңіз де, сіздің ең үздік шешіміңіз ол уақытында тоқтай білу болады. Бұл мен үшін ең үздік стратегия болып саналады. Енді мен сіздерге давайте көрсетейін. Уақытында тоқтай білу, яғни мысалға лимит дейікші. Сіздің лимитіңіз қалай болу керек? Сіздің лимитіңіз бір күнге ол финансовый болу керек. Яғни прибыль бойынша болуы мүмкін ол, немесе бір стоп-лосс ретінде есептелуі мүмкін. Мысалға айтайық, сіздің депозитіңіз $1000 болады, және сіз сол $1000-дан күнделікті риск, мысалға айтайық, $100 болсын. Сіз егер бір күнде $100 жоғалтсаңыз, сіз сауданы тоқтатасыз. Бұл финансовый, яғни $100 асып кетсе, уже сауда аяқталады деген секілді. Яғни бұл минус бойынша финансовый. Және де плюс бойынша финансовый бар. Мысалға сіз, мысалы рискіңіз $100 болсын бір күнге, сіздің целіңіз $1000 депозитпен мысалға $200 болсын. Яғни сіз егер бір күнде $200 жасап жатсаңыз, сіздің саудаңыз тоже тоқтайды. Яғни өзімізді шектеуіміз қажет. Допустим, даже $100 болмай ақ қойсын, бұл үлкен сума, негізі 10% деген. Оның орнына біз $50 алайық. Яғни егер сіз бір күнде $50 жоғалтатын болсаңыз, сіздің саудаңыз бүгінге аяқталады. Все, $1000 болды, күннің соңында, допустим, күннің соңында емес, даже 2-3 трейд аштыңыз, баланс 950-ге түсті, все, сіз сауда жасамайсыз. Бүгінге саудаңызды аяқтайсыз. Егер, допустим, $100, $200-ды мысалға біз $100-ға дейін кішірейтейік, $100 или $150 мысалы. Сіз $100 таптыңыз, все. $100-дан кейін графиктің бетін ашпайсыз, ешқандай сделка ашпайсыз, мысалға отырасыз бостан-боста. Бірақ сіз осы әрекет арқылы өзіңізге пайданы фиксация жасап қоясыз, және де шотыңыздан шығарып алып отырасыз. Осы сізге ұзақ мерзім уақыт көлемінде табыс табуға мүмкіндік беретін құралдардың бірі. Трейдті пайдамен жапсаңыз, бірақ тағы да өседі деп, немесе тағы бір трейд ашайын деп, сол пайданы сіздер нарыққа беріп қоясыздар. Яғни көбісі, мысалға айтайық, $100 бастасын, $100-дан олар алады да, мысалы 300 қылады. Енді осы 300-ді мен ары қарай 1000 қылам деп ойлайды, алады да, мысалы бұл 200-ге түседі, потом бол алады да, мысалы слифқа 0-ға қарай кетіп қалады. Сіздің задачаңыз осы жерде тұрақты табыс табу үшін $100-дан мысалға айтайық $30 істеп, бір күнге жауып қой. $30 шығарып алдыңыз, ертеңгі күн тағы да мысалы $30 істедіңіз, оны тоже шығарып алдыңыз $100-дан, потом тағы да $30, $40 істеп, бір күнге целіңізді орындап отырсаңыз, сіз ұзақ уақыт период көлемінде табысқа шығасыз. $100-дан 300, 300-ден 1000, 1000-дан 10 000 жасаймын деген ол қате түсінік болады. Енді мен түсінген нәрсе, трейдингта көп ақша табу ғана емес, тапқан ақшаңды сақтап қалу үлкен тәжірибені талап етеді. Яғни көбісі басында енді психологиялық тұрғыда трейдингті түсінбейді дұрыс не нәрсе екен деп алады да, 100-ден 300, 300-ден 1000 солай жасайтын инструмент деп ойлап қалады. Бірақ шынында олай емес. Сіздер трейдингқа келген соң өздеріңізде бар капиталды азыздан рискті төмендетіп көтеруді үйрену қажетсіздер. Яғни ол қалай, мысалы $1000 депозит бар, бір күнге риск $50, сіздер $50-дан аласыздар, табасыздар, мысалы $100 таптыңыздар, все, $70 таптыңыздар, все. Күнделікті бір цифраны, сумманы өздеріңізге лимит ретінде, шек ретінде қойып қоюларыңыз қажет. Сол кезде сіздер ұзақ осы алаңда жүре аласыздар. Яғни сізге бір күнде $1000 жоғалтуға әрине қиын болады, бірақ сіз егер күнделікті $50-дан жоғалтатын болсаңыз, сіз қатарынан 20 күн шығынға ұшырау керек боласыз. $50-дан күнделікті жоғалтып отырсаңыз, енді сіз неужели 20 күннің хотя бы 10 күнін пайдамен жаппайсыз? Мысалға айтайық, сіз
математикалык тургуда эсептейик. $1000 бар сизде. Күнделикте $50 риск. Енді алайық, сіз $50-ды 10 күн минусқа кеттіңіз, 10 күн минусқа кеттіңіз, ол жерде сізде минус 500 болды. Бірақ сіздің таргетіңіз на день $1000, то есть $100, $50, допустим, $100 плюсқа кеттіңіз, x 10 тең сіз $1000 таптыңыз. Яғни $1000-дан $500 азайтып тастап, біз $500 таза пайданы қалдырамыз. Яғни сіз мына $1000-дың үстіне тағы $500 бір айдың ішінде қостыңыз. Математикалық тұрғыда осылай болады. Өздеріңізге шектеу қойыңыздар. Нарық ешқайда қашпайды. Егерде мүмкіндік болмаса, сауданы өткізіп жүргендеріңіз дұрыс. Бүгін бермесе, ертең мүмкіндік береді. Келесі аптада да болады. Ал бүгін алған пайдаңызды қорғап қалу, ол сіздің трейдер ретінде міндетіңіз. Таптыңыз ба, все, зафиксировать етіңіз. Сондықтан ең дұрыс шешім терминалды жауып тастап, нәтижеге риза болып демалу. Яғни біз трейдинг бір күндік шаруа емес, көбісі бір күнде мен $100-дан $500 көтердім, бір күнде мен $50 сап $1,5 көтердім деген историяларға сеніп, солардың артынан еріп кетеді және солай жасағысы келеді. Бірақ олай жасайтындар 10 мыңнан бір, мысалы 5 мыңнан бір адам ғана солай жасайды. Ал егер сіз $1000-дан айына тұрақты түрде $500 таба алсаңыз, сіз $10,000-дан неужели $5,000 табыс жасай алмайсыз? Бұл жерде разница тек бір ноликта ғана. Сондықтан өздеріңізді дамытыңыздар, пайдаларыңызды сақтап қалыңыздар, күнделікті лимит қойыңыздар және достарыңызбен осы видеоны бөлісіңіздер. Ашкөз болмаңыздар. Сіздермен болған Нұралы. Келесі видеоларда кездескенше.